Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі күні 21 ғасырда ұшақтар біздің өміріміздің ажырмас бөлігіне айналды. Біз бірнеше сағат ішінде жердің басқа шетінде бола аламыз, және бұл технология ғасырының артықшылығы болып табылады. Қазіргі уақытта адамдар ұшуды жүзеге асыру үшін қанаттар қажет екенін аңғарды. Құстарды бақылау нәтижесінде пайда болған бұл ойды әртүрлі халықтардың аңыздары мен мифтерінен байқауға болады. Уақыт өте келе, адам ұшу туралы арманын орындағысы келді, және бұл мақсатқа жетудің жолы айқын көрінді. Құстардың үлгісіне сәйкес жасанды қанаттар жасау тиіс болды. Біз Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Каркенбаев Жандос, Боранбай Тайыр, Шалаев Тамир және Алимжанова Дария сізге КАИ немесе Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан қазақстандық авиациялық индустрияны ұсынамыз. Біздің міндетіміз Қазақстандағы авиациялық өнеркәсіпті қарастыратын журнал құру болды. Біздің еліміздің барлық тұрғындары олардың бар екенін білмейді. Коронавирус пандемия себебінен біз бірге жиналып КАИ кәсібіне бара алмадық. Қазақстандық авиациялық индустрия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2012 жылғы 24 шілдеде құрылды. Қазақстандық авиациялық индустрия жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысы Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы болып табылады. Қазіргі уақытта КАИ әскери ұшақтардың жарамдылығын қалпына келтіру бойынша мемлекеттік қорғаныс тапсырысының негізгі орындаушысы болып табылады. Сонымен қатар Ан-72, Су-25, Су-27 және С-295 ұшақтарында регламенттік жұмыстарды орындайды. Болашақта қазақстандық авиациялық индустрияның бір топ мамандары ұшқышсыз басқарылатын ақпараттар жүйесі өндірісінде оқу үшін Израильге жіберіледі. Олар оқуды бітіріп, елге келген соң осы аппараттарды 2020 жылдан бастап Қазақстанды шығаруды қолға алмақшы. Сонымен қатар экспортты дамыту. Нақты информацияны сіз біздің журналымыздан оқып біле аласыз. Назарларыңызға рахмет.